Бастауыш сынып ұстаздарына арналған квалтест аттестация сұрақтарын ұсынамыз. Басқа да нұсқаларды каналдан таба аласыздар. Видео ұнаса каналға жазылып, лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Сондай-ақ өз әріптестеріңізбен бөлісіңіз. Бірінші сұрақ. Параллель түзулер дегеніміз ешқашан қиылыспайтын түзулер. Тұңғыш әліппе оқулығын жазған ұстаз, ақын, ғалым адамды атаңыз. Жауап Ахмет Байтұрсынұлы. 3. Қазақ әліпбиінде қазақ тіліне тән дыбыстарды белгілейтін әріптер қатарын көрсетіңіз. Ә, Ғ, Қ, Ң, Ö, О, Ö, Х және І. Төртінші сұрақ. Бірінші буыны тұйық буын болып тұрған сөздер қатарын көрсетіңіз. Ақпан, ұрпақ. 5. Массасы 70 килограмм болатын адамның денесінде 140 грамм тұз бар болса, массасы 45 килограмм адамның денесінде қанша грамм тұз бар? Жауап 90 грамм. 6. сұрақ. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам? Деген өлең үзіндісі қай ақынның туындысы екенін көрсетіңіз. Жауап Сұлтанмахмұт Торайғыров. 7. Болат қабырғасы 80 см шаршы қағазды 2 төртбұрышқа бөлді. Бұл тік төртбұрыштардың бірінің периметрі 22 см болса, екінші төртбұрыштың ауданы қанша? Жауап 40 см квадрат. 8. сұрақ. Бүркіт Ысқақовтың «Жас техник» өлеңін оқытуда Абай Құнанбаевтың төмендегі өлеңдерінің қайсысымен байланыстыруға болатынын анықтаңыз. Жауап ғылым таппай мақтанба. 9. Ой пікірді бейнелеп, тұспалдап, ишаралап тұратын сөздер тобы қалай аталатындығын көрсетіңіз. Мәтелдер. 10. Перпендикуляр түзулер дегеніміз тікбұрыш жасап қиылысатын түзулер. 11. Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар қатарын көрсетіңіз. Мен, пен. 12. сұрақ. Адамдар тамсанып, таңырқағанда залалды энергия пайда болады. Мысалы, көп орында көріне айтпа, біздің сөзге ерсеңіз дейді. Абай. Ақын бұл сөзді кез келген жерде жетістігіңді айтып мақтана берме деген ниетпен айтқан сияқты. Ел арасында көз тиюдің де, тіл тиюдің де фактілері көп. Бұдан құтылудың бірден бір жолы сақтану деген үзіндінің түйінді ойынына сәйкес келетін мақалды көрсетіңіз. Жауап тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. 13. Ұзындығы 22 см, периметрі 62 см болатын тік төртбұрыштың ауданын табыңыз. Жауап 189 см квадрат. 14. Бастауышы есімдіктен болып тұрған сөйлемді көрсетіңіз. Жауап бәрі де осы тоқтамды дұрыс десті. 15. Кеткенім жоқ, елім сенен атақ, бақыт тағыз деп. Шықтым, жұртым шалғай жаққа, ғылым атты шам іздеп. Ақтадым мен ақ сүтіңді келгеніңше шамамның, ассам дағы 80 жастан сәбиіңмін, балаңмын деп жырлаған жанды атаңыз. Жауап Әбу Насыр Әл-Фараби. 16. Біз бүгін ақаңның әдебиет танытқышын Аристотельдің поэтикасымен салыстырар едік. Мұның мәнісі екеуі де бірі грек әдебиетінің, екіншісі қазақ әдебиетінің әліпбилері деген пікірдің авторын атаңыз. Жауап Зейнолла Қабдолов. 17. Шығармадағы оқиғалар тізбегі қалай аталатындығын көрсетіңіз. Жауап сюжет. 18. Сөйлемде пысықтауыш қызметін атқарып тұрған есімдігі бар сөйлемді көрсетіңіз. Жауап туысқандар да осындайда жиналатын. 19. Ұзындығы 90 метр жолды жөндеу жұмысын бірдей өнімділікпен істей отырып, бірінші бригада 30 күнде, ал екінші бригада 45 күнде аяқтайды. Егер екі бригада осындай өнімділікпен жолдың екі жағынан бастап бір мезгілде бірге істесе, бұл жұмысты қанша күнде бітіреді? Жауап 18 күнде. 20 сұрақ. Аумағы 600 метр куб болатын хауызға 3 құбыр жүргізілген. Әр құбырды жеке ашып, немесе үшеуін бір мезгілде ашып, хауызды суға толтыруға болады. Бірінші құбырдан аққан су хауызды 10 сағатта, екінші құбыр 15 сағатта, ал үшінші құбыр 6 сағатта толтырады. 3 құбырды бір мезгілде ашып, хауызды неше сағатта
суға толтыруға болады? Жауап 3 сағатта. 21 сұрақ. Аумағы 600 метр куб болатын хауызға 3 құбыр жүргізілген. Әр құбырды жеке ашып, немесе үшеуін бір мезгілде ашып, хауызды суға толтыруға болады. Бірінші құбырдан аққан су хауызды 10 сағатта, екінші құбыр 15 сағатта, ал үшінші құбыр 6 сағатта толтырады. Бірінші құбыр сағатына қанша аумақты сумен толтырады? Жауап 60 метр куб. 22. Аумағы 600 метр куб болатын хауызға 3 құбыр жүргізілген. Әр құбырды жеке ашып, немесе үшеуін бір мезгілде ашып, хауызды суға толтыруға болады. Бірінші құбырдан аққан су хауызда 10 сағатта, екінші құбыр 15 сағатта, ал үшінші құбыр 6 сағатта толтырады. Үшінші құбыр бірінші құбырға қарағанда әр сағат сайын неше метр куб суды артық ағызады? Жауап 40 метр куб сағатына. 23 сұрақ. Аумағы 600 метр куб болатын хауызға 3 құбыр жүргізілген. Әр құбырды жеке ашып, немесе үшеуін бір мезгілде ашып, хауызды суға толтыруға болады. Бірінші құбырдан аққан су хауызды 10 сағатта, екінші құбыр 15 сағатта, ал үшінші құбыр 6 сағатта толтырады. Хауыздың жартысын сумен толтыру үшін бірінші және екінші құбырды бірге неше сағат ашып қою керек? Жауап 3 сағат. 24 сұрақ. Аумағы 600 метр куб болатын хауызға 3 құбыр жүргізілген. Әр құбырды жеке ашып, немесе үшеуін бір мезгілде ашып, хауызды суға толтыруға болады. Бірінші құбырдан аққан хауызды 10 сағатта, екінші құбыр 15, үшінші құбыр 6 сағатта толтырады. Егер екінші және үшінші құбыр бірге ашық тұрса, 3 сағатта хауыздың қанша бөлігін толтыруға болады? Жауап 7-ден 10. 25. А қаласынан шығып 24 километрге ұзап кеткен велосипедшінің соңынан 3 сағаттан соң сол қаладан мотоциклші шықты. Егер мотоциклшінің жылдамдығы 14 км сағатына болса, ол неше сағаттан кейін велосипедшіні қуып жетеді? Жауап 4 сағатта. 26. А қаласынан шығып 24 километрге ұзап кеткен велосипедшінің соңынан 3 сағаттан соң сол қаладан мотоциклші шықты. Егер мотоциклшінің жылдамдығы 14 км сағатына болса, ол неше сағаттан кейін велосипедшіні қуып жетеді? Велосипедшінің мотоциклші өзін қуып жеткенге дейін жүрген жолының ұзындығы қанша? Жауап 56 км. А қаласынан шығып 24 километрге ұзап кеткен велосипедшінің соңынан 3 сағаттан соң сол қаладан мотоциклші шықты. Егер мотоциклшінің жылдамдығы 14 км сағатына болса, ол неше сағаттан кейін велосипедшіні қуып жетеді? Мотоциклші жолға шыққаннан кейін велосипедші барлық жолдың қанша бөлігін жүріп өткенін көрсетіңіз? Жауап 3-тен 7 бөлігін. 28 сұрақ. Дәл осы мәтінде мотоциклші 1 сағатта барлық жолдың қанша пайызын жүргенін көрсетіңіз? Жауап 25%. 29 сұрақ. Дәл осы мәтінде егер велосипедші мен мотоциклші А қаласынан бір мезгілде жолға шықса, 5 сағаттан соң олардың ара қашықтығы неше километр болатындығын көрсетіңіз? Жауап 30 километр. 30 сұрақ. Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар қатарын көрсетіңіз? Мен, пен. 31. Кел балалар оқылық. Өнер білім бар жұрттар өлеңдер арқылы балаларды оқуға, білімге шақырған ағартушы ұстазды атаңыз. Жауап Ыбырай Алтынсарин. 32. Кішіпейіл болу туралы қай мақалда айтылғанын анықтаңыз. Жауап адамдықтың белгісі иіліп сәлем бергені. 33. Қай жағынан оқысаңыз да белгілі бір мағына беретін сөздер қатарын көрсетіңіз. Сүт, сақ. 34. Бірінші буыны тұйық буын болып тұрған сөздер қатарын көрсетіңіз. Ақпан, ұрпақ. 35 сұрақ. 92 бөлінген 4,15 өрнегіндегі бөлінгіштен 2 есе кем санды көрсетіңіз. Жауап 46. 36 сұрақ. Дауыссыздан басталып дауыссызға аяқталған буынды қандай буын дейміз? Жауап бітеу буын. 37. Фонетика термині нені білдіретінін көрсетіңіз. Жауап тілдің дыбыстық жүйесін, яғни жасалу жолдарын мен естілуін зерттейтін тіл білімінің саласы. 38. Көкөніс сатушы асқабақты бірдей 6 бөлікке бөлді. 6-дан 2 бөлігін сатты. Сатылған бөліктің массасы 4 килограмм болса, сатылмаған бөліктің массасы қанша килограмм? Жауап 8 килограмм. Сұрақ. А. Беляевтің «Адам балық» атты фантастикалық шығармасының басты кейіпкерін атаңыз. Жауап Ихтиандр.
41. Н. Жүсіптің Гиннес кітабына кірген қазақ мәтінінде Тоқтар Әубәкіровтің Гиннес кітабына кіруіне қай ерлігі негіз болды? Жауап: МиГ-29 ұшағын Тбилиси крейсерінен көкке көтерді. 42. Параллель түзулер дегеніміз ешқашан қиылыспайтын түзулер. 43. Бастаушы есімдіктен болып тұрған сөйлемді көрсетіңіз. Бәрі де осы тоқтамды дұрыс десті. 44. Параллель түзулер дегеніміз ешқашан қиылыспайтын түзулер. 45. Бұғы сағаттың 1:20-дан 1 бөлігіне 3 километр жүріп өтті. Бұғы қандай жылдамдықпен жүргенін көрсетіңіз. Жауап: 60 км сағат. 47. сұрақ. Біз бүгін Ахаңның әдебиет танытқышын Аристотельдің поэтикасымен салыстырар едік. Мұның мәнісі екеуі де бірі грек әдебиетінің, екіншісі қазақ әдебиетінің әліпбилері деген пікірдің авторын атаңыз. Жауап: Зейнолла Қабдолов. 48. Әңгір таяқ ойнату деген тұрақты сөз тіркесінің баламасын атаңыз. Әкесін таныту. 49. 50. Қосымша жалғанған кезде жазылуы өзгерген түбір сөзді анықтаңыз. Халқа. 51. Тұңғыш әліппе оқулығын жазған ұстаз, ақын, ғалым адамды атаңыз. Ахмет Байтұрсынұлы. 52. Буынға дұрыс бөлінген сөздер қатарын көрсетіңіз. Баянды, бояулы. 53. Әжей бір бөкебайды әр күнде бірдей ұзындықта тоқып, бір аптада бітіреді. Бейсенбі күнгі жұмыстан кейін бөкебайдың тоқылмаған қанша бөлігі қалғанын көрсетіңіз. 3/7 бөлігі. 54. Оспанхан Әубәкіровтың «Сүт қалай ұйықтайды» шығармасының негізгі ойына сәйкес нақыл сөзді көрсетіңіз. Жауап: ұйқы дұшпан. 55. сұрақ. Ғарышқа ұшқан жануарлар мәтініндегі ғарышқа ұшыру кезінде тірі қалған ең алғашқы маймылды атаңыз. Жауап: Йорик. Шығармада кейіпкердің сыртқы түрінің кескін келбетінің суреттелуі қалай аталатындығын белгілеңіз. Портрет. Ой пікірді бейнелеп тұспалдап, ишаралап тұратын сөздер тобы қалай аталатынын көрсетіңіз. Мәтелдер. Сөйлемде толықтауыш қызметін атқарып тұрған үстеуі бар сөйлемді көрсетіңіз. Жауап: кешегіні айттың ба? Перпендикуляр түзулер дегеніміз тік бұрыш жасап қиылысатын түзулер. Құрамында шылау сөзі бар сөйлемді көрсетіңіз. Айжанда, Маржанда, Сержанда биік мақсаттарға қол жеткізіпті. Бастаушы есімдіктен болып тұрған сөйлемді көрсетіңіз. Жауап: бәрі де осы тоқтамды дұрыс десті. Пиктограмма деп нені айтамыз? Затты белгілеу үшін қолданылатын сурет немесе таңба. Бастауыш пен баяндауыштың арасына сызықша қойылып жазылатын сөйлемді анықтаңыз. Жауап: айтқаны көпір мәселесі. Әңгір таяқ ойнату деген тұрақты сөз тіркесінің баламасы. Жауап: әкесін таныту. Әр 18 килограмм ұннан 24 килограмм нан алынады. Осындай 468 килограмм ұннан неше нан шығады? 624 килограмм. Халықтың кемеліне келіп өркендеуі үшін ең алдымен азаттық пен білім керек деген нақыл сөздің авторын көрсетіңіз. Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Жұмбақ жолдас. Менің бір жолдасым бар. Жолдас болғанда бір түрлі. Қайда барсам қасымнан қалмайды. Менсіз ешқайда бармайды. Тұрсам тұрады, жүрсем жүреді, жүгірсем жүгіреді, жатсам жатады, жазсам жазады, бірақ үндемейді. Ертеңгілік кешкілік үлкейіп өсе береді. Түсте тырбиып ергежейлі болады. Жарықта жанымнан қалмайтын жолдасым қараңғы болса ғайып болады да кетеді. Сендерде ондай жолдас бар ма? Ахмет Байтұрсынұлы. Автордың жұмбақ жолдасын атаңыз. Жауап: көлеңке. Дәл осындай мәтінде кездесетін болымсыз етістіктер саны 4. Дәл осы мәтінде ертеңгілік, кешкілік, үлкейіп өсіп кетеді деген сөйлемдегі үстеулер қандай сөйлем мүшесінің қызметін атқарып тұрғанын көрсетіңіз. Жауап: пысықтауыш. Дәл осы мәтінде мәтін мазмұнына сәйкес келетін мақалды көрсетіңіз. Жаман жолдас көлеңке, басыңды күн шалса қашып құтыла алмайсың, басыңды бұлт шалса іздеп таба алмайсың. А қаласынан шығып 24 километрге ұзап кеткен велосипедшінің соңынан 4 сағаттан соң қаладан мотоциклші шықты. Егер мотоциклшінің жылдамдығы 14 км сағат болса, ол неше сағаттан кейін велосипедшіні қуып жетеді? 4 сағаттан кейін. Болымсыз етістік жазылған қатарды көрсет. Бара алмады. Үшбұрыштың бір қабырғасы 4 дециметр.
4 см, екінші қабырғасы одан 5 см қысқа, үшіншісі 26 см. Үшбұрыштың периметрі қанша сантиметр? Жауап 109 см. Ғажайып бақ ертегісінің басты кейіпкерін атаңыз. Асан мен Қасен. Желбау сөзінің мағынасына сәйкес келетін қатарды көрсетіңіз. Шаңыраққа 3 жерде байланып, керегеге асып қоятын ою-өрнекті шашақты құр. Белгілі буын өлшемі бар, ырғаққа, ұйқасқа құрылған көркем сөз деген анықтамаға сәйкес келетін жауапты белгілеңіз. Жауап өлең. Түбір сөздерді табыңыз. Берен, сәтен, кереге. Екі таңбалы сандар жиыны мен 40-тан үлкен сандар жиынының қиылысқан тұсында орналасқан сандар қатарын анықтаңыз. Жауап 48, 98, 49. Болат қабырғасы 80 см шаршы қағазды 2 төртбұрышқа бөлді. Бұл тік төртбұрыштардың бірінің периметрі 22 см болса, екінші тік төртбұрыштың ауданы қанша? 40 см квадрат. Кейіпкерлері аңдар, құстар, өсімдіктер болып. Кемшіліктер сыналатын қысқа оқиғалы шығарма. Ол шығармада ақыл кеңес айтылатын қорытынды ой болады. Осындай шығарма қалай аталатынын көрсетіңіз. Жауап, мысал. Қоғабай Сәрсекеевтің ұлт ұстазы кітабынан алынған үзіндіде Сейдахмет ақын бақ қонды, оннан жаңа асқанында, асарсың өнердің сан асқарында. Жарқырап әлі бір күн туарсың сен, жұлдыз боп қазағымның аспанында деген өлеңді кімге арнағанын анықтаңыз. Жауап, Ахмет Байтұрсынұлы. Бір затты немесе құбылысты екінші бір затқа құбылысқа ұқсатып бейнелеу қалай аталатынын көрсетіңіз. Жауап, теңеу. Кеткенім жоқ, елім сенен атақ бақты іздеп, тақ іздеп. Шықтым жұртым, шалғай жаққа, ғылым атты шам іздеп. Ақтадым мен ақсүтіңді келгеніңше шамымның, ассамдағы 80 жастан сәбиіңмін, балаңмын деп жырлаған жанды атаңыз. Әбу Насыр Әл-Фараби. Терең ойға құрылған көлемі шағын нақыл сөздер қалай аталады? Жауап, қанатты сөздер. Жалпы ауданы 100 метр квадрат, екі жер теліміне көктемде қызанақтың көшеті отырғызылды. Әр квадрат метрге саны бірдей көшет отырғызылды. Бірінші жер теліміне 140 көшет, екіншісінде 260 көшет отырғызылды. Әр жер телімінің ауданын табыңыз. Жауап, 35 метр квадрат, 65 метр квадрат. Кешкі сауын уақыты сағат 17:00-де басталады. Жолға сауыншының 30 минут уақыты кетеді. Сауыншы сауын басталғанға дейін 15 минут ерте келу үшін үйден сағат нешеде шығуы керек? Жауап, 16:15. Қарт әке шешеме берген ақшаларымды өтеп тұрған борышым деп білемін. Өзімнен туған балаларды оқытуға, асырауға шығарған малымды өсімге берген мал деп білемін. Балалар адам болып біз қартайғанда жақсы асыраса, олардың борышымды өтегені емес пе деген үзінді қай шығармадан алынғанын атаңыз. Жауап, малды пайдаға жарату, Ыбырай Алтынсарин. Кішіпейіл болу туралы қай мақалда айтылғанын табыңыз. Жауап, адамдықтың белгісі иіліп сәлем бергені. Әлімбайдың 10 саусақ өлеңіндегі негізгі ойды көрсетіңіз. Еңбекқорлық. Құрамында шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз. Айжан да, Маржан да, Сержан да биік мақсаттарға қол жеткізіпті. Мінездеу деп нені айтамыз? Кейіпкердің мінезі, наным сенімі, дүниеге көзқарасын суреттеу. Эпитет деп нені айтамыз? Бір нәрсенің айрықша сипаттауын анықтау үшін оны көркейтетін, айқындайтын бейнелі көркем сөз. Ұзындығы 90 метр жолды жөндеу жұмысын бірдей өнімділікпен істей отырып, бірінші бригада 30 күнде, ал екінші бригада 45 күнде аяқтайды. Егер екі бригада осындай өнімділікпен жолдың екі жағынан бастап бір мезгілде бірге істесе, бұл жұмысты қанша күнде бітіреді? 18 күнде. Бекмырза Баймахановтың құмдағы құпия мәтініне арқау болған оқиғаны көрсетіңіз. Жауап, қауіп төнгенін сезген бозторғай ұясын басқа жаққа көшіріп әкетті. Құмай, мәтін. Жақсы иттер туралы қазақта ертегі аңыздар көп. Қазақтың ұғымында ең жақсы ит құмай. Халық аңызында оны иттен емес, аталақаз дейтін қара ала құстың жұмыртқасынан шығыптымыс дейді. Ол құс қасқыр мен аюдың ескі апандарын немесе таудың үңгірлерін мекендейді. Жұмыртқасын да сонда саладымыз және көп емес екеу-ақ. Соның біреуінен күшік шығады екен.
қайсысынан күшік шығарын білсе, енесі оны уыз күйінде жарып тастайды екен. Егер жара алмаса, қабыршықтан шыққан күшік көзін аша салысымен-ақ аңға ұмтылады. Әрі жүйрік, әрі күшті болғандықтан арыстан, жолбарыстан бастап алмайтын аң қалмайдымыз. Осындай аңыз ертегі түрінде қиялдан туған иттің атын Құмай деп атайды. Сәбит Мұқанов. Шығарма халық ауыз әдебиетінің қай түріне жатады? Жауап: аңыз. Дәл осы мәтінде кездескен біріккен сөзді атаңыз. Жауап: аталақаз. Дәл осы мәтінде кездескен бірыңғай мүшелердің қайсысы бірыңғай анықтауыш қызметінде тұрғанын анықтаңыз. Жауап: әрі жүйрік, әрі күшті. Дәл осы мәтінде Құмай сөзін халқымыз қай сөзбен байланыстырып айтады? Жауап: тазы. Көркем гимнастиканың кіші тобында 45 қыз, ересектер тобында 27 қыз бар. Әр қызға 4 метрден беру үшін қанша метр лента сатып алу керек? Жауап: 288 метр. Тарс, тұрс, сарт, сырт қайталама қос сөздердің жасалу жолын анықтаңыз. Жауап: еліктеу сөздердің қосарлануынан. Дауыссыз дыбыстары тек ұяң болып тұрған сөздер қатарын көрсетіңіз. Жауап: ғазиза, жазба. Әдейі, жорта, қасақана, әдейілеп деген сөздер істеудің қай түріне жататынын анықтаңыз. Жауап: мақсат істеу. Көптік мәнді зат есімдер қатарын көрсетіңіз. Қар, жел, жаңбыр. Мәтінді сұрақ: күздеу. Күздеу дегеніміз күзгі қоныс. Дегенмен күздеу мен көктеудің бір қоныс екенін есте ұстағанымыз жөн. Өйткені бұл қоныстың өзіндік ерекшелігі болады. Көктемде қарды жайлаудан гөрі ерте кетіп тез көктейді. Содан соң қысқы қора маңының лайсаңынан құтылып сергу үшін ел көктеуге келіп қонады. Сөйтіп мұнда жайлау жетілгенше отырады. Ел жайлауға кеткен соң көктеудің көгі қайта жетіледі. Жаз бойы шалғыны жапырылмай, шөбі тусырап тұрады. Енді жайлау сүргек тартып, ел қайтадан қыстауға жақындайды. Сөйтіп тағы да қайтып келіп, қыстау маңындағы әлгі көктемгі қонысына қонады. Оның бұл кездегі атауы күздеу. Осы жерде қысқа мына кіріседі. Күздеудің отын әбден тауыспай, қысқы жайылымға мал тұяғын тигізбейді. Қазыбеков. Сұрақ: туынды сөздер қатарын көрсетіңіз. Күздеу, қыстау. Осы мәтіндегі төртінші сөйлемнің түрін ажыратыңыз. Сабақтас, құрмалас сөйлем. Дәл осы мәтінде күздеу мәтіннің қай түріне жататынын көрсетіңіз. Әңгімелеу мәтіні. Күздеудің отын әбден тауыспай, қысқы жайылымға мал тұяғын тигізбейді деген сөйлемдегі отын сөзіне мәндес сөзді анықтаңыз. Жауап: шөбін. Назарларыңызға рахмет. Нақты келген бастауыш пәніндегі және де методикадағы сұрақтарды осы каналдан таба аласыздар. Жаңадан қосылған сұрақтарды жіберіп алмас үшін каналға жазылып, лайк баса кетіңіз. Назарларыңызға рахмет. Баршаңызға сәттілік тілеймін.